Сәлем қыздар, бүгін оңай дайындалатын әрі жеңіл тағам фаршированный перец дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен начинкасын дайындап аламыз. Фаршқа жартылай піскен күрішті қосамыз. Кейін оған ұсақтап туралған жуаны саламыз. Және де оған дәміне қарай тұз бен бұрыш салып, начинкамызды жақсылап араластырамыз. Начинкамыз дайын болды. Кейін болгар бұрышын, яғни перецті ішінен және де түбінен осылай тазартып аламыз. Бұрыштар дайын болғаннан кейін олардың ішіне ыңғайлы ыдыспен немесе қасықпен осылай фаршты начинканы саламыз. Ішін толтырып саламыз. Осылай етіп барлық болгар бұрышын толтырамыз да, оны кейін ыңғайлы тарелкаға орналастырып аламыз. Кейін егер де фарш артылып қалған болса, начинкасы, яғни одан осылай дөңгелектеп тефтели дайындап қоямыз. Одан кейін табамызды қыздырып аламыз. Ол қызғаннан кейін баяу отқа қойып, шемшік майды қыздырамыз. Кейін оған жуа салып, жуамызды қуырып аламыз, және де сәбіз саламыз. Екеуін араластырып қуырып аламыз. Одан кейін оған бір ас қасық томат пастасын және де дәміне қарай тұз бен бұрыш саламыз да жақсылап араластырамыз. Кейін оның астын сол баяу отта жалғастырып, үстіне осылай тефтелилерді қоямыз да, одан кейін оның үстіне дайын болған бұрыштарды қоямыз, яғни перецтерді. Осылай табаға барлығын орналастырамыз да, кейін оған қайнап тұрған суды жартылай толғанға дейін құямыз. Бетін жауып қоямыз, 40 минутқа қалдырамыз. 40 минуттан кейін осылай пісіп дайын болады. Тарелкаға салып, дастарханға берсеңіз болады. Ас болсын!